Сәлем достар, сіздермен бірге Дария. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін испанский чизкейк дайындаймыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описаниеда жазып қалдырдым. Ең алдымен творожный сырымызға қант салып, бір келкі араласқанға дейін миксерлеп аламыз. Кейін жұмыртқамызды бір данадан салып, тағы да барлығы бір келкі болып араласқанша миксерлейміз. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, бір дана жұмыртқадан салып, барлығын бір келкі араластырып аламыз. Кейін 33%-дан жоғары сливке қосасыздар, және де жүгері крахмалын қосып, тағы бір араластырасыздар. Осылай лопатканың көмегімен араластырып, ауасын барлығын шығарып аламыз. Алдын ала формамыздың астына фольга қағазын, жан-жағын пергамент қағазын төсеп дайындап қоямыз. Пешімізді 200 градуста қыздырамыз алдын ала. Және де дайын болған қамырымызды формаға құйып, шамамен 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Бізде беті қызарып, жаңа биік болып көтеріледі, кейін ол отыратын болады. Кейін өз қалауыңызша әсемдейсіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.